Жылдам хабарнама тарады, тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. 2025 жылдан бастап кедейлік шегінің мөлшерін есептеу әдістемесі енгізіледі. Бұл туралы үкіметтің мәжіліс депутаты Гаухар Танашеваға жолдаған ресми жауабында белгілі болды. Премьер-министр Олжас Бектенов атап өткендей, бүгінде елімізде мемлекеттік жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары, салық салу кезіндегі жеңілдіктер, тағы да басқа қамтитын балалы отбасыларды әлеуметтік қолдаудың тұтас жүйесі жұмыс істейді. Бұл ретте әртүрлі өмірлік жағдайларда жәрдемақылардың 7 түрі төленеді. Республикалық бюджетте мемлекеттік жәрдемақылардың 5 түрі және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдердің 2 түрі. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап отбасының цифрлық картасы енгізілді. Ол мемлекеттік органдардың барлық ақпараттық жүйелерінің негізінде қалыптастырылған. Карта арқылы әлеуметтік әл-ауқат деңгейі айқындалып, әрбір қазақстандық отбасының нақты әлеуметтік портреті қалыптастырылды. Бұл өз кезегінде мемлекеттік қолдаудың көлемін нақтылауға мүмкіндік береді. Видео маскинен таралу үшін барша қазақстандықтар хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.